Баршаңызға сәлем, менің есімім Алуа. Бүгін мен сіздерге өте дәмі ауызға еритін, оқушы жасай алатын, биік 5 минутта дайындалатын пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын, ал ендеше кеттік. Ең алдымен бір ыдысқа жұмыртқа және қантты салып, жақсылап араластырып шығамыз. Венчикпен немесе вилкамен араластырсаңыздар да болады. Кейін сүт құйып, тағы араластырамыз. Кейін сұйық май қосамыз. Енді електен өткізілген ұнға қопсытқышты қосып араластырамыз да біздің жаңағы массамызға 3-4-ке бөліп салып араластырамыз. Массаның консистенциясы осындай болуы қажет. Формаға пергамент қағазын салып, қамырды құямыз. Форманы еш майлаудың қажеті жоқ. Осылай тегістеп, қызып тұрған пеште 180 градуста 30-40 минуттай пісіреміз. Мінекей достар, осылай дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы видеоға лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.